көрерменде, мен балаларыма осындай қатқаннан, қытырлағынан әкелген. Олар өздерінікін жеп жүр. Енді мен салаттыкін осылай істеп жатырмын. Өткенде өздеріңіз білесіздер, қонақ келгенде алған көкөніс қалып кетті. Оның бәрін тастауға болмайды. Бәрін тамақ қылу керек. Сондықтан қазір салатпен шай ішем деп отағасы өшіп қалып. Неге? Қазір отағасы қуанып қалатын болды. Жүрбесе түспе. Көрермендерім, ең бастысы қоңыраушаны басып, Ардағалбековнаның пайдалы кеңестер аккаунтына жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен сіздермен біргемін. Құрметті көрермендер, мен араластырайын. Қазір балам жеп көрсін. Қазір Тоқа братан жеп көрсін. Мамасының салатын. Сонымен папамызды шақырамыз. Екі немере бар. Шай ішеміз. Менің балам мен келінім, дочанайым, күшті ғып тәрбиелеген екен. Мен балаларым жайманы жақсы көреді, лағманды жақсы көреді. Сондай тамақтарды жақсы көреді. Мен түстен кейін оларға лағман жосып беремін. Сәлеметсіздер, мен анамның тұрақты да сүйікті көрермендері. Мен бүгін анамның дәмді де аппетитный салаттың дәмін көретін боламын. Көре ғой балам. Сен асықпай жей ғой. Біз міне мынандай кукуруза, қант жүгері, дәндері, сахарная, зерновая кукуруза осындайды қостық. Осындай компанияның кукурузасы екен. Керемет тамаша екен. Жалпы мен осы кукурузаны жақсы көрем. Анау буға пысқан кукуруза біздің жақта өспейді, әйтпесе оны әлде қашан мен пысырып сіздерге көрсетуші едім деп па. Жалпы сүрі кукуруз деген нәрсе маған өте қатты ұнайды. Сіздерге ұнай ма? Ал, дочанай, салат не болыпты екен? Салат өте дәмді. Шаймен жақсы кетеді. Өте дәмді. Тамақтан қасында жасауға болады. Жасаңыздар. Анамның рецептімен Бөлісіңіздер. бір ғана қоңыраушаны басып, анама тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, жақсы комментарий жазыңыздар. Аман болыңыздар, ешқашан ауырмаңыздар. Амин, айтқан кесін. Анамның подписчиктері. Сол анамды қолдаңыздар. Рахмет. Үйде бар заттар, қалып кеткен заттарды майонезге қосасың да салат жасайсың, е? Иә. Жақсы, рахмет балам, өзің аман бола ғой. Құрметті менің көрермендерім, бүгін біздің үйге қонақтар келді. Қапшағайдан сіңілім келді, Ақсезім келді, Аягөзден Анар келді. Балаларымыз бір-бірімен ойнап мәре-сәре болып қалды. Бұл жерде дулатқа бәрі жастықпен жабылып жатыр. Маған ең қызығы бәрі жүгіріп спальняға кіріп кеткен кездері ұнады. Мына жерде менің 3 балам, Ақсезім қонақ, Анар қонақ, қалғаны менің балаларым. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардағалбековна, үйлеріңізден қонақ үзілмесін, дастархандарыңыздан ас үзілмесін. Әр қазағым бай болсын.